Сәлем достар, сендермен бірге мен Нурик Лидикс. Менің кезекті де керемет видеома қош келдіңдер. Бұл уже 100к жолдың 7-ші сериясы. Сендер видео басталмастан бұрын лайк басып, комментарий жазып кетсеңдер. Мен банкқа кіремін, осы жерде мои счетаны басып, қазір основной счетқа ақша салатын боламын. Не үшін десеңдер, үй мен бизнесті төлеуге қазір 30 000 рублей салатын боламын. Бұл 30 000 рублей сол төлеуге кетеді. Қазір мына басқа пикапқа барып, осы жерде бірінші домды платить етеміз, 2 күнге продлевать етеміз. Сосын біз бизнесті басамыз да, осы жерде осы магазин 111 дегенді де 2 күнге төлейтін боламыз. Болды, уже төленді. Бірақ та мен уже снять счет с предприятия дегенде мен бұл магазинді аукционға қоятын боламын. Себебі бұл магазиннен мен пока что қазір аз пайда табам да, көбірек пайда табу үшін сататын болам. Аукционға қоям, қазір бір 17 лямға қойсам болады, 20 лямға алып кетсе жақсы болады. Себебі мен өзіме окуп көрем, яғни 10 миллион арасындағы окуп. Қазір 17 миллион 500 мың деп жазам, осы жерге жазып қоям. Біреу алса деп ойлаймын, алса жақсы болады. Және де мен развитияма қатты повлиять етеді да. Және мен бұдан да басқа нормальный бизнес алсам болады. Сондықтан бұл бизнесті сататын бола. Еще мен үйді сату планда тұр, бір 7 лямға болды, уже аукционға қойдым. 3 сағаттан кейін біреудікі болады, яғни өтсе. Осылай болып тұр, пока что жағдай. Сосын мен 3 сағаттан кейін көрсететін болам. Жарты 2 сағаттан кейін ба, 1 сағаттан кейін ба қарасам, 20 лямға қойыпты. Міне көріп тұрғандарыңыз, мені магазинмен 20 лям қойған, яғни комиссиямен шешіп алсам, маған 19 лям келетін болады. Жиі құтықта қойсаңдар болады. Мен окуптам 9 лямға окупта болам. Чотам ба, бұл магазинді мен 10 лямға алған болатым. 7 күн ғана ұстаған болатымын. Ол кезде мен бір 700 мың или 800 мыңдай ғана алған болатымын. Бірақ та оның өзі окуп қой, достар, қарасаңдар 10 миллион алды. Минутқа дейін маған ақша келу керек болады. Қазір бизнестің владелесі ауысады. Міне Power Loco деген адам алған болатын. Енді менде ваш лот был возвращена, деньги можно забрать в ревард дейді. Қазір ревард деп жазамыз. Осы жерде 19 миллион рублей жатыр. Осыны аваламыз. Сосын менің балансым 25 миллион рублей екен, достар. Осы затқа бір бәле алатын. Мынандай вариант тапқан болатымын. Бұл 35 миллион тұратын бизнес. Мынандай финансовый статистика, Батыревада орналасқан магазин 24/7/15 деген. Осыны алмақшы боламын. Қазір осы финансовый статистикасы нормальный ма или аз ба, 35 лямға айтып кетсеңдер болады. Бұл 5/5 улучшениялар бәрі бар. Фуловый магазин, міне. Менде 25к сені жетпейді ғой десеңдер, мен ойлап қойғам, оны алдын ала мына Адель Фергюсон деген адамнан долга алатын болам, яғни 10 лямға алатын болам. Пиши условия деп жаздым. Бұл орыс бала, бірақ та нормальный сөйлесеміз, екеуміз қатты сөйлесеміз, сондықтан ол маған беруге не істеді, согласия берді. Уже аударып қойды. Қазір мои счета деймін да, мына бірінші счетқа кірем. Осы жерде өзімнің секретный паролімді қойсам да, сосын чекте дедім болам. Мне посмотреть, информация о банковском счете дейін басам. Шынымен де 10 лям аударыпты, 200 мың енді комиссия жей қойыпты да. Верно деп жаздым. Осы жерде фрапсымыз бітеді. Себебі барлық долгты берді ол маған. Қазір ол ақшаның бәрін қазір шешіп алатын боламыз. Осы жерде өзімнің счетыма кірем да, паролін терем. Сосын осы жерде мен снять деньги со счета, средства со счета дегенді басып, осы жерде
9.800.000 рублей шешіп алатын боламын. Бірақ та маған комиссия жеп қояды жарты ақшасын. Айта салайыншы оп-оңай. Бірақ та енді менің балансым 35 лям. Көріп тұрғандарындай 35 лям болып тұр. Құттықтап қойсаңдар болады. Ставканы қоятын боламыз. Міне уже қойған 34 лямға осы жерге 35 лям қоятын боламыз. Міне көріп тұрғандарындай уже қоюды бастадым.